Ассалаумағалейкум достар, видео басталмай тұрып менің каналыма тіркеліп лайктарымды басып кетіңіздер. Бұл кино яғни мен жасаған сюжет емес, просто қазақ тілінде озвучкалап сендерге бір қызықты кино шығару деген өзімнің ойым. Сендерден просто қолдау лайктарымды басып достарыңа таратып киномен бөлісіп кетіңіздер. Арсен деген бала күнде үй жағына көңілсіз қайтады, өйткені оның группаластары оны жақтыртпайтын еді. Оның денесі ірі болып, группаластары оны шошқа деп атай бастады. Содан бастап күніге ол айнаның алдына келіп көңіл күйін түсіреді. Бір күні қатты өкініп ойланып жатады, ертең не істесем болады деген. Группасында да оның жақсы көретін ең жақсы қызы бар еді. Арсенге бүгінгі болған оқиғалары есіне түсіп, одан сайын көңіл күйі түсіп кетеді. Сонымен не істесем болады деген ойға келеді. Арсен де оның алдында болған оқиғалар мазалай бастайды. Ол группасындағы жақсы көретін қызға сөз салып жатқанда, Арсен ұйқысынан атып тұрып бір ойға келеді. Ертеңнен бастап залға барып тренировка істеймін деген ойға келеді. Арсен таң ата сала тренировкаға қарай жолға шығады. Ол басқа тренировка істеп жатқан адамдарды көріп ойланып қалады. Мына жерге мені қабылдай ма екен, мен бұндай бола алам ба деген ой оны мазалайды. Тренировка істеп жатқан адамдар өте мықты. Арсен қанша ойланса да залға қарай келеді. Және залдың тренері келіп, сен бұл жерде не істеп жүрсің деп сұрайды. Сол кезде Арсен осы жерге жаттығуға келдім, мен жаттықсам бола ма дейді. Сол кезде Арсен өзінің оқиғаларын айтып береді. Мен осылай жақсы көретін қызыма сөз салуға барғанда, және де мені группаластарым жақтыртпайды деп бүкіл оқиғасын айтып береді. Содан кейін мен осы жерге келіп тұрмын, мені қабылдашы деп айтады. Солай барлық оқиғасын айтқанда тренер айтады, мен сені түсініп тұрмын, сен осы жерге жаттығып мықты бола аласың дейді. Сенің қолынан барлығы келетін сияқты бауырым деп кіргізіп алады. Ал басқа жақта Арсеннің жақсы көретін қызы басқа жігітпен отырады. Яғни бұл жігіт Арсеннің басына шошқа деп жазып берген бала болатын. Олар бір-бірін жақсы көретінін айтып Арсенді өзектеп отырады. Ал Арсен болса мына жақта тренировка жасап, тынбай тренировка жасап жатады. Арсен бұны жаттығуды өмірінде көрмегеннен кейін бұған шыдамай жатады. Және тренері тоқтама жүгір деп жатқанда Арсен артқа қарай құлап қалады. Тренері тез тұр, қайтып жүгіресің дейді. Ал мына жақта болса Арсен қиналып жатса, Арсеннің жақсы көретін қызы мына жақта басқа жігітпен отырады. Бәрі қайтып кетсе де Арсен тынбай тренировка жасап жатады. Арсен қатты ашуланғаннан тренировканы вообще тоқтатпайды. Сюжет қыз бен жігітке ауысып жатқанда Арсен мына жақта тоқтамай жаттығуын жасап жатады. Мына жақта олар мәз болып жүрсе, мына жақта Арсен қиналып тренировка істеп жатады. Яғни бұлардан кек алам деген мақсатта. Тренер де келіп, сен әлі жасап жатсың ба деп мақтан тұтады. Солай уақыттар өте береді. Мына жақта мотоцикл мініп мәз болып жүрсе, Арсен ана жақта тренировка істеп қиналып жүреді. Яғни бұлар махаббатқа мәз болғанда, Арсен өзін шынықтыру үшін, ол және кек алу үшін жаттығу жасап жатады. Солай шаршап Арсен үй жағына қайтып бара жатқан кезде бір жарнамаға көзі түсіп кетеді. Яғни ол жерде ең жылдың бодибилдері болған адамға $1 миллион береді екен. Тренері келіп, саған бұл ауыр болатын шығар, яғни $1 миллион ең аз ақша емес деп айтады. Бұл ақшаны ұтып алсаң, бір жағынан денең шынығады, бір жағынан ақшалай сыйлық болады деп айтады. Яғни сен аналардан кек алғың келсе, байлықпен де, күшпен де ала аласың деп айтады. Ал мына жақта сабақ болып жатады. Яғни ол жерге Арсен келген жоқ. Сыныпта Арсеннің досы бар еді, оны Арсенді күтеді, яғни Арсен бүгінгі сабаққа келмейді. Яғни ол тренировка істеп жатқаны белгілі. Солай ұзақ уақыт өткеннен кейін Арсеннің досы Арсенге хабарласады. Досы Арсенді уайымдап, неге телефон алмай жатыр екен дейді. Солай Арсен телефонды алып, мен әзір бармаймын, досым, мен мықты болып ораламын, сен мені күт деп телефонды тастап жібереді. Арсеннің досы дым түсінбегеннен кейін ойланып қалады. Біраз уақыт өткеннен кейін бітіру кеші, яғни диплом алу вечері болып жатады. Бүгінгі күн ең керемет күндердің бірі болып тұрады. Қыздар билерін бір қайталап үйреніп жатады. Солай адамдар да жаймен жинала бастайды. Және де группаның ең күшті паралары мотоциклмен келіп жетеді. Және бұлардан басқа ешқандай мықты жоқ еді бұл жерде. Солай екеуі барлықтарының артына отырып алады. Солай барлығы жақсы өтіп жатқанда Арсеннің досы Арсенді іздейді. Солай звондауды шешіп Арсенге звондайды. Сол кезде Арсен вообще телефонды
шыға алмайды. Сол кезде Арсеннің досына ренжіп, бұған не болды? Яғни менің де телефонымды алмайтындай оған не көрінді деп айтады. Солай қаланың шетінен бір бейтаныс көлік қаншама скороспен келе жатады. Ал мына жақта болса ашылу салтанаты болып жатады. Ең керемет күндер еді. Солай бейтаныс адам бүгінгі болатын кешке қарай бара жатады. Солай бейтаныс адам бүгінгі болып жатқан кешке кіріп келеді. Мына жердегі адамдар мына қымбат көлікті көріп таң қалып қалады. Солай бүкіл оқушылар билеп жатқан қыздарды емес, мына көлікті қарап жатады. Билеп жатқан қыздардың өзі тоқтап, мына көлікке аң-таң болып қалады. Солай көліктің ішінен бейтаныс адам түсе бергенде барлығы аң-таң болып қарап тұрады. Сөйтсе, бұл адам танымастай болып өзгеріп кеткен Арсен болып шығады. Сөйтсе, ол жаттығудан кейін денесі шығып, және де $1 миллион ұтып алған болатын. Сөйтіп Арсеннің бұрынғы жақсы көретін қызы көріп шошынып қалады. Бұл жақтың мықты баласы да таң қалып, бұлай болып кеткені рас па деп ойлайды. Арсен адам танымастай болып жаймендеп келе жатады. Солай очкиін шешіп кезінде мазақтаған адамдарды қарайды. Бұрынғы Арсен мен қазіргі Арсенді ажырату мүмкін емес еді. Солай қыздың ойына мынандай қалай болып кетті деген ой келеді. Осы жақтағы мықты жігіт орнынан тұрып, сен точно Арсенсің ба деп айтып жатады. Ал Арсен болса үндемей ғана кетіп қалады. Ал Арсеннің бұрында жақсы көрген қызы іштей өкініп тұрады. Ал достар, видеоны лайктарыңды басып каналға тіркеліп кетулеріңді сұраймын достар. Ал достар, келесі бөлімі шыққан қаласыңдар. Осы YouTube арнадағы видеоға 100 лайк жинап тастаңыздар. Мен сендер үшін қызықты видео сүруге тырысатын боламын. Тек сендерден лайк пен подписка. Және де бұл видеоны достарыңмен де бөлісіп, келесі бөлімі 100 лайктан кейін шығатын болады. Мен сендерге сенемін. 100 лайкты смело жинап тастайтын шығарсыңдар достар. Сендермен болған Скар, лайк басып тіркелген жандарды мен сендердің барлықтарыңды жақсы көретін боламын достар. Келесі бөлімде кездескенше, нағыз пікірлеріңді комментарияға жазып кетіңіздер. Келесі жолы қандай озвучка алайын, қалай қызық